Армысыздар достар, мен қазір осыдан бір ай бұрын әлеуметтік желінің бәрін шулатқан, бүкіл Қазақстан жағасын ұстатқан Қордай ауданында болған жағдайға қайтып оралып келдік. Енді бұл жерде Қордай ауданында Дүнген мен Қазақ арасындағы араздық емес, төбелес емес, бұл Қордай ауданының нөмір 30-шы жалпы білім беретін Қақпатас мектебінде орын алған жағдай. Міне сол тұрған стеналар, міне сол тұрған нелердің опырылып алынып тасталған. Енді Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай аудандық білім бөлімінің мәліметіне сәйкес төмендегіні хабарлайды. Қақпатас ауылындағы нөмір 30-шы орта мектепте спорт залдың ұлдар мен қыздар киім ауыстыратын бөлмелерінің іргетасының отыруына байланысты қабырғалары ажырап кеткен. Орын алған жағдайға қатысты аудан әкімінің тапсырмасымен жұмыс топ құрылды. Аталған мектептің зақым келген бөлмелері жабылды және адамдардың кіруіне тыйым салынды. Мердігерге анықталған жағдай бойынша хабарлама берілді. Ақауларды жою жұмыстарын мердігер компания есебінен жүргізетін болады. Қақпатас ауылындағы нөмір 30-шы мектептің оқушылары 2022 ақпаннан бастап қашықтан оқытылуда. Енді тура осы мектеп, тура осы жер, тура осы қабырғалар төгілген, ажыраған. Бұл мектеп 2013 жылы соғылған, жаңа мектеп, былай айтқанда сапасыз жасалған деп бағаны бере берсек болады. Өйткені 6 жылда мектептің бұлай бір қабырғасы, ол ненешесе стена болса да, оның бұндай ажырауына, бұндай балаларға, ата-аналарға, мынау мектеп ұжымына ыңғайсыздықтар туындатқан үшін мен деген ойлаймын, жеке пікірім, бұл мердігерлік компанияны бірінші сотқа беру керек, екіншісі жолсыз деп тану керек, және үшінші моральдық, материалдық айыппұл салу керек деп есептеймін. Және осы жердегі Қордай ауданы білім бөлімінің жауабының кішкене өтірігін тағы бір жерден шығарып беруге барлықтарыңызды назар салғым келеді. Өйткені ол кісінің айтуы бойынша тек қана спорт залының ұлдары мен қыздары деген мәселесі болды. Ал енді бұл жердегі мәселе тек қана ұлдардың және қыздардың орын алған жағдайында емес. Бұл жерде тағы бір мәселе бар. Ол айтылмай тұр. Ол деген көрсетілмеген еш жерде. Бірақтан олар орын алған жағдайға біз ешқалай көзімізді жұмып тыныш қалдыра алмаймыз. Ол міне бастауыш сыныптарына арналған кабинет. Мынау түскірген, көріп тұрсыздар, түскірген пол. Пол дейміз еден, еден ол. Міне түскірген еден, міне осындай еденде, осындай жерде балалар оқыды. Келші, директор міндетін атқарушы. Саламатсыз ба, аты-жөніңіз? Осы 9 айдың ішінде сіздерге 3-ші рет келдім. Тура тағы қандай жасалған осындай бөлмелеріңіз бар сіздерде? Бөлме жоқ. Осы спорт залмен осы связанный болып отыр. Квадрат ба? Мүмкін спорт залымыз жоқ айтынша қағыда. Спорт залдан ешқандай қауіп жоқ. Заключение бойынша жоқ, заключениеға, технадзорға жасалған жұмыстар біз деген сенген қалдық жоқ сенің бізде. Бізде бір-ақ нәрсе бар. Біз өзіміздің көріп, өзімізбен ұстап өткен балаларға қауіптілігін туындырмайтын жағдайда болуымыз керекпіз. Өйткені бірінші ол сіздерге ыңғайсыз. Неге екені балалар онлайн оқып жатыр. Балалардың бәрін шығарып беріңіз. Қазір сіздерді балаларды осы жерге кіргізіп оқытайын десеңіздер, сіздерде мынандай бағыттанда бүкіл Қазақстанға былай айтқанда жарық отыр. Бүкіл Қазақстанға. Енді біздегі қабырғаны бар аман, тек қана осы бөлмелердегі ұлдар мен қыздардың киген бөлмесіндегі ортаға қабырғаның жарылуына байланысты болып отыр. Ол жерде енді шешім бойынша бұл күннің суығында салынған деген шешім болды. Астына төселген топырақтар бұл кезде мұз болып қалған жағдай деп айтып отыр. Содан кейінгі сол қазіргі уақытқа дейін осындай жағдайға келіп соқтырды деп отыр. Енді қазір біздер
бұл жерде мектеп әкімшілігі кінәлі емес. Оны соққан сіздер емес. Сіздер міндеттеміз тек қана білім беру. Білім беру, балаға жылы несін сақтап, осы карантиндік шараларды сақтау. Мынау сіздердің туыстарыңыз емес. Бұл үшін подрядчик келсе ақталудың ешқандай несі жоқ, бейті жоқ, жөні жоқ. Бұл жерде бастайында бұл подрядчик кім қабылдап алды деген мәселе бұл жерде. Астарында бүтігінде тұрған. Бүтігінде табанды. Мына есін ашып алды сонымен? Екеуінің қадары болса, не болса, қай екісінің қадары? Мына күн жауып кетті ғой, милицияның. Есігі ғой сол. Өзі басып ойыстан жауып кетті. Егіз беренен жауыр қойға да. Туалеттің әжетхананың есігінде жабылған. Жау болды, айтылды. Мынау негізгі жердің, негізгі отырудың, топырақтың отырудың жаңағы қажеттерін бәрін негізгі осы жерде орнаған. Мына кабинет қоя біздің жаңағы барған. Мынау қоя. Міне. Мына кабинет отырды. Міне шығарылған. Мынау екі бөлменің мусоры былай айтқанда, иә, мусор болмады. Қоқысы. Сыртымен. Қарай, сыртында ғана. Қақа неде трещина жоқ фундаментте. Фундаментте трещина түспеген. Бәрі де мүмкін, түсуі мүмкін. Болған трещиналар нелер. Міне, жағдай тура. Қақпақ тастау осындай. Рахмет.